Берік пен Самалдың үйленгендеріне жылдан асты. Өзге отбасылардан бұлардың еш айырмашылығы жоқ. Берік күндегісінше жұмыстан шаршап келіп, диванға қисая кетті. Пультті таппай тұруға ерініп, дауыстап әйелін шақырды. Самал, пультті тауып берші. Орныңнан тұрып ала салу қиын ба? Ана жақтан мені шақыру керек, сол үшін. Рахат осылардыңкі. Дүниені қырып келгенде жатады, шалқайып. Жанындағы пультті де ала алмайды. Мен ойнап жүрген жоқпын ғой, тамақ пісіріп жатырмын. Қазір асты күйсе менен көруші болма, деп Самал жұлқынып пультті Беріктің ішіне атып ұрды. Осы қатын бірдемені қатырып жүргендей, неменеге кісі боп жүреді екен-ей? Қашан көрсең де қабағы бір ашылмайды. Қыз күнінде бәрі жақсы деген, жіптіктей сұлу еді. Бір жылда быттайып семіріп алды. Кезінде сұлу сияқты еді. Сол сұлулықтан түкте қалмаған. Кеш болмай тұрғанда басын ашып алу керек. Не бірге боламыз, не қоштасамыз. Іштей осылай деп отырған Берік әйеліне бір түрлі жиіркене қарады. Ертесі Берік жолдың арғы шетінде тұратын құмалақ ашатын әжеге барды. Берік өзі аңғалдау, сенгіш жігіт. Жолдастары барма десе де тыңдамай, қиналғанда осы кісіге баратын әдеті бар. Беріктің әңгімесін асықпай тыңдаған әже құмалағын шашып жіберіп, әйеліңді әлемдегі нөмірі 1-ші сұлуға айналдырғанды қалайсың ба? Деді көзін бақырайтып. Я, әйелімнің ертегідегі нағыз қор қызына айналғанын қалаймын. Тілеуің болады. Әйелің бүгіннен бастап өзгереді. Таныстарың танымай қалмас үшін әйеліңді бірден емес, күн санап, ақырындап өзгертетін боламын. Бірақ бір шартым бар. Сен де сол қор қызына лайық күйеу болуың керек. Онымен бірге сен де өзгеруге тиіссің. Осыған келісесің бе? Деді. Берік, я келісемін. Ендеше мен де кірістім, деді. Берік үйіне келе сала, ас үйде жүрген әйелінен көз алмады. Теледидар көргенсіп, әйелін екі көзімен бағып қарап отыр. Қашан қор қызына айналар екен? Көкейдегі сұрағы осы. Самал күйеуінің өзіне тесіле қарап отырғанын сезіп, аздап қысылып қалды. Мені алғаш көргендей, сонша қарағаны нес? Бүгін өзі жаман қалатынды киіп алып едім. Не киіп алған деп отыр мекен? Құрысын дене бітімімді жинап тұратын қара көйлегімді киіп алайынша, деп жүгіріп барып, тез-тез киімін ауыстырып алды. Қобыраған шаштарын тарап, әдемелеп жинап, ерніне білдірмей жылтыр далабын жағып қойды. Берік Самалдың әр қимылын қалт жібермей отыр. Құмалақшының сиқыры іске асуда. Әйелім арықтап, сұлуланып бара жатқандай ма? Қалай өзі? Көйлегі де жарасымды, деп ойланып отыр. Сәлден соң әйелі сонша қарағаның не? Дегенде сасқалақтап, қызарып, көмектесейін бе, картоптың сыртын тазалап дегендей деп бірдеңені айта салды. Жоға, астайын деп күлді Самал. Ертесі Берік жұмысынан үйіне жеткенше, жоқ, үйіндегі қор қызын көргенше асықты. Қор қызына лайық құрмет көрсет деген жоқ па құмалақшы? Ендеше ең әдемі гүл алайын деп 101 голландиялық раушан гүлін сатып алды. Үйге кірсе, Самал былтыр өзі әперген қызыл көйлегін киіп, әдемі боп боянып, құлпырып тұр екен. Қор қызының шашы да ұзын, кірпіктері де сұлу болады екен-ау, деп тамсанып қарады Берік. Раушан гүлді құшағына алғаны, көздері түйіскенде қысыла төмен қарағаны, бәрі қор қызына тән, өзіне сондай жарасымды. Самал дастарханды жайнатып қойыпты. Ертеңгі премьераға 2 билет алдым. Оған дейін саған керемет көйлек алайық, деді Берік. Қор қызына тән көйлек әперем, дей жаздап тілін тістей қойды. Ой, мен теледидарды қосуды ұмытып кетіппін ғой. Күнде сенің көретін күнің басталып кетті. Пульт те диванның шетінде тұр, деп Самал пультті әкелуге бара жатқан.
Берік қолынан шап берді. Қоспай-ақ қойшы, теледидар көргім келіп тұрған жоқ. Одан да кел, екеуміз отырып, ертеңгі күнді жоспарлайықшы. Сонымен, күні бойы менімен болуға келсесің бе деді. Сен ше? Самал таң қалып қарап отыр. Қор қызы расында сұлу болады екен. Өмір бақи бұл арумен қол ұстасып өтсем арманым бар ма шіркін? Ал қор қызы менің ұрпағымды жалғастырса ше? Қандай керемет. Бірақ ол келсер ме екен деп ойлады Берік ішінен. Саған не болды? Бірдеңе айтқың келіп отырған сияқты. Қобалжып отырсың біртүрлі. Тыныштық па? Деді Самал. Иә, қалай десем екен? Мен сенің бала туып бергеніңді қалаймын сұлуым. Сен сияқты ұлым, қызым болса екен, деді жігіт. Самал қуанғаннан күйеуін құшақтап ұзақ жылады. Бір кездері шаңырақтарынан ұрыс үзілмей, бір-бірінен көңілдері қалып, итше ырылдасып жүрген жастар бүгінге бақытты. Бір-бірін сыйлайды, құрметтейді. Жігіттер көзімен жақсы көреді, қыздар құлағымен жақсы көреді. Деген өмірде рас болып тұрау шамасы. Құрметті әйел қауымы, сұлу да сүйкімді, ақылды болып жүрейік. Сұлулық әлемді құтқарады деген. Отбасыларыңыз аман, шаңырақтарыңыз биік болғай. Каналыма тіркеліп, ой салар оқиғалар мен ғибратты, өмірлік мәні бар әсерлі әңгімелерді тыңдай жүріңіз. Каналымда отбасылық құндылықтарды насихаттайтын әдемі әңгімелер өте көп. Кіріңіз, көріңіз, ой бөлісіңіз, ұнаса басқалармен де бөлісе отырыңыз. Сіздермен бөлісер әңгімелерім өте көп, менімен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.